Жәрмеңкеге алғаш болып келгендердің бірі Света Супянова. Оны электронды құжат пен сандық қолтаңбалау мәселесі толғандырды. Мамандар оған бүгінде электронды үкімет арқылы көрсетілетін барлық қызметтер туралы кеңінен ақпарат берді. Құжаттарды алу үшін алдымен тіркелу керек. Сонан кейін қолтаңбасын тіркеу керек. Сонан кейін ләзде 30 минуттың ішінде қажетті ақпаратты алуға болатынын маған бүгін түсіндірді. Жәрмеңкеге денсаулық сақтау, білім, сәулет және қала құрылысы, азаматтық хал актілерін тіркеу, жер қатынастары және де басқа да бағыттар бойынша арнайы қызмет көрсететін 15 мемлекеттік орган қатысты. Ақтас кентінде 8 мыңнан аса адам тұратынын ескерсек, бұл шараның маңыздылығы зор. Себебі бұған дейін халық бір ғана ақпаратын анықтама алу үшін Саран қаласына баруға мәжбүр болатын. Ал мұнда олар уақыттарын үнемдеп мамандардың көмегіне жүгіне алды. Егерде шетелді алсақ, олар 98% электронный шаруа. Бізде бүгін таңда Қарағанды облысын алсақ, бізде 72%. Әрі біз деңгейге жеткен жоқпыз. Халық ертең мемлекеттік органдарға бармайды. Қызметтердің бәрін өзі үйде отырып, алуға мүмкіншіліктері туады. Бұл шара Ақтас кентінде мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің ұйымдастыруымен алғаш рет өткізілді. Ендігі осы құрамнан құралған топ Шет және Жанарқа ауданына бет алмақ. Айдана Дастан, Еркеолан Тойболдин, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.